Сәлем достар, менің есімім Елдос, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер сіздер байқасаңыздар, мен қолымда мынау бір қораш отыр, LF8 деген. Яғни бүгін осы жайында әңгіме болады. Осы жайында өзімнің ойымды, өзімнің нәтижемді, өзімнің әсеріммен бөліскім келіп отыр сіздермен. Яғни бұл LF8 деген бұл табиғи өнім, біріншіден. Екіншіден бұл халал сертификаты бар өнім. Үшіншіден бұл таза өнім деп айта берсем көп бұл жайында. Бұны табиғи энергетик немесе клеточный питание дейді ғой. Клеточный питание деп осы өнімді жатқызуға болады. Бұл өнімді мен қалай таныстым, ол жайында әңгіме айтпай қойын. Бұл өнімді ішкеннен кейін қандай әсер алады? Осы жайында айтып өтетін болсам. Яғни бірінші күннен әсер болған жоқ, екінші күннен әсер болған жоқ. Бір апта уақыт өткеннен кейін, мен бұл өнімнің әсерін сезіне бастадым. Және де мен жалғыз ішкен жоқпын. Менімен бірге інім де ішті. Қандай әсер алдым? Біріншіден, мынау энергия қосылды. Яғни мен мысалы бұрын соңды түстен кейін тамақ ішіп, шамалы ұйықтап алмасам, мен кәдімгідей шаршап қалып, миым дұрыс жұмыс істемей, тек қана демалғысы келіп тұратын. Яғни жұмысқа қабілетім болмайды. Ештемеге желанием болмайды былайша айтқан кезде. Содан кейін осы өнімді ішкеннен кейін барып, мен таңғы асымды ішіп аламын. Кейбір кезде түскі ас ішпей кешке дейін жүре беремін. Яғни жұмысым істеп, ешқандай шаршау деген менде жоқ. Энергия бар. Осы өнімнің энергиясымен кешке дейін жүре алатын болдым. Ұятта болса айтайын, кіші дәретімнің түсі өзгерді. Яғни кіші дәретке барамыз ғой, әжетханаға. Сол кезде осы өнім ішкеннен кейін түсі өзгере бастады. Содан кейін таңертең тұру мен үшін ол үлкен проблема болатын. Яғни мен ұйқым қанбаса, яғни әр адамның ойлаймын, ұйқысы қанбаса ешкім тұрғысы келмейді деп. Бірақ осы өнімді пайдалана отыра қандай әсер алдым? 2-де ұйықтайын, түнгі 1-де ұйықтайын, 12-де ұйықтайын, 11-де ұйықтайын, бәрібір әйтеуір әр уақытта жатсам да мен таңертең 7-8 кезінде автоматты түрде будильниксіз ояна алатын болдым. Інім де жұмыс істейді, ол осы өнімді ішкен кезде, ол да мынау жаңағы жұмысқа қабілет арта бастап, энергияның пайда болғанын маған өз сөзінде айтып жатқан. Сол себепті достар, біз мысалы, мен жалпы мынау БАДы дейтін, витамин деп, мен бұл заттарға жалпы мен қарсы емеспін ішуге. Ішу керек деп ойлаймын, өйткені қазіргі таңда біз күнделікті мысалы килограмм овощи, килограмм фрукты немесе сүт, айран, біз барлығын ішу керекпіз мысалы. Өзінің бір нормасы болады, иә. Бірақ өкінішке орай барлығы табиғи емес, және оның барлығы қалта көтере бермейді. Сол себепті де біз көбінесе ішпей жатамыз ол заттарды барлығын. Сол себепті де мынау өнімді ішіңіздер. Біріншіден организмға керекті дәрумендерді береді, керекті қоректі заттарды береді сізге. Содан кейін сіздің организміңізді тазартып, яғни қалай туғады? Восстанавливающий эффект береді. Содан кейін аруға көмектеседі дейді, бірақ мен өзім арық болғаннан кейін маған арудың қажеті жоқ. Денсаулығыңызды дұрыстағыңыз келсе, артық салмақтан құтылғыңыз келсе, немесе денсаулығыңызда басқа бір проблемалар болса, содан құтылғыңыз келсе, мен сіздерге осы өнімді ішуге кеңес беремін. Мен өзім іштім, өзім тексердім, бұл маған көмектессе, сіздерге де көмектеседі деген. Ол сіздерге де көмектеседі. Себебі тек қана мен емес, көптеген адам осы өнімнен результат, яғни нәтиже алып жатыр. Сол себепті достар, қорықпаңыздар, ішіңіздер, қалай тапсырыс беруге, бұл өнім жалпы құрамы қандай деген сұрақтарға мынау көрсетілген, экранда көрсетілген нөмірге немесе осы видеоның астындағы сілтемелер арқылы маған шығып сұрақтарыңызды қоюға болады. Келесі видеода кездескенше қош болыңыздар.